Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Қызық, қарасаңыз, біреу 21 жасында диплом алады. Ал біреу жақсы жұмысқа орналасу үшін 5 жылдан бері күтіп отыр. Ал біреу 25 жасында директор болып, 50 жасында өліп қалып жатыр. Ал енді біреу 50 жасында директор болып, 90 жыл өмір сүрген. Ал біреу әлі күнге дейін жалғыз, яғни бойдақ. Ал оның сыныптасы болса, немере сүйіп ата болып қалған. Мысалы, ақш президенті болған Барак Обама 55 жасында биліктен бас тартып, зейнеткерлікке шықса, біздің Қасым-Жомарт Тоқаев 66 жасында президентке отырды. Демек, әркімнің, әр нәрсенің өз уақыты бар. Сіз ешкімнен қалып, немесе озып бара жатқан жоқсыз. Сіз барлығын өз уақытында жасап жатырсыз. Сол үшін жанықпаңыз да, қамықпаңыз да. Болашақ ол белгісіз нәрсе, ал өткен күн қайта келмейтін ақиқат. Сол үшін осы шақты сезініп, бағалаған абзал. Мысалы, сіздің шыққан биігіңіз біреудің табалдырығы болуы мүмкін. Немесе сіз бағындырған белес біреудің сазға отырған жері болуы ықтимал. Сіздің қадірін білмейтін денсаулығыңыз біреуге орындалмайтын арман болып қалған нәрсе. Немесе сіздің бұзып тастағыңыз келіп жүрген үйіңіз біреудің жаңадан салған үйінен әлде қайда жақсырақ болуы ғажап емес. Барды бағалаңыз, жоққа сабыр етіңіз. Сізде болуы керектің барлығы бар. Сөз соңында айтарым, ешкімге есем кеткен жоқ, біреуге артар өкпем жоқ, жеткізбей жүрсе біреулер маған жеткен жоқ деген Мұқағали Мақатаев атам. Қандай керемет, шумақ, бірақ шумақ. Біреулер сізге жете алмай жүрген болуы, сіз біреуге жете алмай жүрсеңіз. Сол үшін барды бағалап, осы шақпен өмір сүргенге не жетсін. Жіберіңіз түңіліп жүргендерге, біреуге қарап армандап, аңсарау, барын ұмытып жүргендерге жолдап қойыңыз. Каналға қолдау білдірім десеңіз, профильге өтіңіз. Тым құрса, лайк баса кетіңіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман болыңыздар.